Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңызы. Сабақтың оқу мақсаты Асан Қайғының жерге айтқан сыны аңызы шығармасындағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын анықтау және эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалауды меңгерту. Оқушылар, біз бұл суреттен қандай ақпарат тұғамыз? Жарайсыңдар оқушылар, бұл суреттен біз Асан Қайғы Сәбитұлын көріп тұрмыз. Асан Қайғы Сәбитұлы 14 ғасырда ғұмыр кешкен. Алтын Орда қазақтың данышпан ақылгөй жырауы, өз дәуірінің абызы, бас биі болған. Шоқан Уәлихановтың айтуы бойынша, қазақ халқының қамын, болашағын ойлаған дала философы. Осындай ойшыл, ел қамын жеп, қайғы қасірет кешкен Асан атына кейін қайғы сөзі қосылып, аңыздалып кеткен екен. Оқушылар, оқулықтағы желмая мініп желдіртіп, Сарыарқаны аралап жүргендегі жерге айтқан сындарымен танысып алайық. Танысып болсақ, бірінші тапсырманы орындаймыз. Шығармадағы тілдік бейнелеу суреттеу құралдарының әрқайсысына дәлел табамыз және мағынасын ашамыз. Тапсырманы орындап болсақ, оқушылар, барлығымыз дұрыс жауаппен салыстырамыз. Келесі тапсырма: өзіңе ұнаған эпизодты жаз әдісі арқылы аңыздың тарихи құнды мұра екенін дәлелдейтін 3 эпизодты анықтаймыз. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаппен салыстырып аламыз. Әрі қарай оқушылар, вен-диаграмма әдісі арқылы Жетісу, Қарсақпай жерлерін салыстырамыз. Жақсы оқушылар, 1 минут әдісі арқылы сабақта өн бойында оқығандарымызды есімізге түсіріп, 1 минуттың ішінде сол түсінгенімізді ақ қағаз бетіне жазып шығамыз. Сабақ түсінікті болса, сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.